Сәлем достар, қалдарыңыз қалай достар, амансыздар ма? Құрметті менің көрермендерім, оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай? Жай, Айгөркем, мына жақта шум гам болып жатыр, онша назар аудармай-ақ қойыңыздар. Айгөркем қой деймін, далаға барамыз деп киініп дайындалып алдық. Кірімді күтіп тұрып, кір салып қойғанмыз, оны жаңа шайып атқам ғой. Қазір бір минут. Сол, короче, кір салып қойғам, кірді күтіп тұрмын. Қазір кірім бітсе, бала шағамды киіндіріп дайындап қойғам, далаға алып кетемін. Сол достар, айтқандай, бүгін көп болды, видео жазбай кеткеніме, қолым тимей жатыр. Бұл да бір жұмыс қой. Ертең жазам деймін, күнде ертең жазам деймін, мукбанг істеймін деймін. Айтқанда микрофон заказ берейін десем, неден Каспийде бар екен микрофоншы, мукбангқа микрофон жақсы ғой. Сөйтіп заказ беруге де қорқып жатырмын, себебі білмейсің қандай екенін, алып келгеннен кейін ол нашар болып шықса, қайтадан өткізу, қайтадан проблема да ше. Сол үшін мен ойымша барып, көріп, тексеріп алған дұрыс сияқты. Өйтіп барып көріп алатындай менде шынын айтқанда уақыт жоқ, мүлдем күйеуімді жұмыстан қалдырғым келмейді, жұмысқа барып лучше ақша тапсын. Сол ақша тапқан жақсы лучше деп жаңағыдай микрофон алуға нетіп жүрім бар ғой. Негізі жақын жерде бар болса барып көріп алуға болар еді негізінде. Сол өзім құнттамай жүрмін, құнттайтын болсам аламын ғой, алам десем, тұрыңдар! Айгөркем, тұршы. Тұр. Анандай пастельдерім ескіріп, бүгін пастель заказ берген. Алдым күн двухспальный біреуін алдым. Бүгін полторашка деймі қалай? Сондайдан екеуін алдым, турецкий алдым, үшеуі де турецкий. Екеуін алдым, в общем, свет әдемі, короче. Соларды шайып атқам ғой, бір шайы жеріп, анандай кондиционермен нетіп, иісін. Бәрі жаңаны жуып нетпесем болмайды. Қанша ненің ішінде тұрса да шы. Соны күтіп тұр мен, тез болса екен деп. Бері келіңдер, бері кел! Балконға шығып кетті. Кеше спортпен заниматься етуім керек еді, кеше балконды тазалайын деп, кеше күні бойы балконға кетті. Кіп-кішкентай жер, енді мусор деген жинай бергенмін ғой, тентек шоқпар жинайды деп, кладовкасіне тыға бергем. Екі жаман телевизор шықты, екеуі де істемей қалған, екеуі де мусорға кетті. Сондай, үшін, запчастьтар, бір бәлелер. Аны подъезде, толып бір подъезге шығарып, үйіп, төбеғіп қоп қойдым. Бауыржан азында жартысын алып кетті, әлі бұны шығару керек біразын. Сол, бізде жаңалық, айтқандай Мадина деген қыз босанды, бізде группа бар айтып едім ғой, қыздар. Сол жерде Мадина деген қыз бар. Бүгін ба қашан өзі WhatsApp-қа қойыпты, босаныпты. Екеуіне қарап, ойым неғып кетатыршы, бір-бірін құшақтап сүйіп атқанына. Мадина құтты болсын, бау берік болсын, ғұмырлы, иманды, салихалы, бақытты қыз болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Сол тілейтінім жақсылық, артынан тағы да ере берсін батырлар, қызғалтақтар, батырлар дейм ба, сұлулар дейм ба. Короче, солай, мына екеуі уже төбелеске айланып бара жатыр. Сол достар, менде жаңалық осы жүрмін. Енді қашан бола деген деп күтіп. Мына екеуінде киіндіріп қойғам, сыймай жатыр. Мама, папаға бар деп. Папа деп. Айко, әне жаққа шашыңды құртасың маған асылмасай? Шашын, кеш привет дейсің жерде. Әпшелерге кел, қара. Привет. Бояуын көрсетіп, сәсет қырсын бояуын. Жон. Шашын қоға болмас. Бояуын көрсетіп, сәсеттерге жаным деп олар. Шоколад беріп екеуіне шоколад беріп сөйтіп. Қайтты ғой екеуі. Мама тағы да барайық дейді, тағы да алайық дейді. Маған бермеймін ғой, үйде шоколад көп не көп. Просто далаға шығамыз, даладан әперем деп алдай салдым. Короче, сәл бітіп қоймасам, симай кеттім ғой тегі. Сол достар, бояу қалай бояу. Әшейін слегка ғой.
каналға айтпайықшы, есін шықттым ғой, ең важный жаңалықты. 7000 подписчиктен астым, 7000 болып қалдық уже. Алла берсе 10.000-ға да жетеміз, 10.000-ға жеткенімізді тойлаймыз. Кафеге барып тойлайыншамыз, көреміз, Алла берсе. Сол жазылып атқан оқырмандар, сіздерге көп рахмет. Қош келіпсіздер менің каналыма. Менің есімім Мөлдір. Жасым 36-да, 37-ге кеттім. 2 баланың анасымын. Солай. Қазір жалпы сол жүріп жатырмыз, аман есен. Аллаға шүкір. Просто видео жазу үшін де бір нәрсені бір арнайы түсіріп, бір мукбанг болсын, басқа бір нәрсені түсіру үшін де оған да не керек? Уақыт керек. Мына екеуін далаға жіберу керек. Бұл екеуімен болмайды. Көріп атыстар ғой, естіп атыстар ғой, миыңды қатырып, не жазып, не қойып, не айтып, не қойған білмей қаласың, сол үшін. Солай. Әйелдің жұмысы бітпейді, ол білесіздер ғой. 24 сағат жұмыс істеймін десең табылатын, үйдің ішінен бар ғой, 24 сағат істеймін десең табыла береді. Бүгін ананы істедім, ертең ананы істеймін, арғы күні ананы істеймін деп істейтін болдым. Баяғыда деген бәрін бірден шығарып, далаға шығарып, бәрін генеральный уборка деп нетуші едімші. Қазір мына бұрышты істеймін, ана ертең ананы, аргүні ананы деп сөйтіп істейтін болдым, бөліпші, әйтпесем. Уже қазір ондай жоқ, менде ондай. Мысалға бұрын балдар жоқ кезде бір күн целый день менде үйге жаңағы уақытым кететін. Басынан аяқ бәрін шығарып, жуатын, жуып, қағатын, қағып, сөйтіп тазалайтын едім да. Қазір балдар болғаннан кейін менде бір күн ондай уақыт жоқ, менде ар кетсе 1-2 сағат. Сол үшін бүгін балкон істеймін, ана ертең шифонерді тазалаймын. Ар күні кухняның ыдыстардың мына шкафты жуамын, одан кейін мына шкафты жуамын деген сияқты сөйтіп бөліп былай істеймін да, шу үшін. Түсінген адам түсінді ғой. Солай. Платьесіне тиме. Тиме платьесіне. Сол достар, біз далаға шығамыз, бізде бәрі жақсы. Далаға шығып, балдарды папасына алып барып, біраз жүріп қайтайық. Солай. Қоштаса салайын мүмкін. Арғырай түсірмеймін ба, түсірем ба, көреміз. Енді білмеймін қандай. Может, осылай шығара салам. Если осылай шығаратын болсам, пока барлықтарыңызға аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Если түсіретін болсам, дальше жалғасады, короче, пока-пока. Короче, дальше түсірем деп шештім. Шықтық міне. Айгөркем, принцесска отыр. Привет, индианка. Ау. Наусы, как всегда, жүреді қасымызда. Сол, папамызға баратырық. Түсірем ғой дальше. Смолға кіргеніміз түсірмедім. Ұмыт кетіппін түсірем деп. Мына екеуін қараңдар. Мыналардың артында дегендер жоқ қоспа. Көрдім мен. Мына апам не абаған қараңдар. Қоқ қой дейді. Тараға балдық. Үйде тарағы бар, ақ қоғам ғой. Жарайды. Розовый ұнап тұр ғой бұған. Рөжевей, да? Айкөн. Қарның аш па? Сен қарның аш па? Тамақ бермейді, мама, бермейді екен. Тайлап бауыржан жаққа бараттырмыз. Жолда базарчикке барамыз, қазір көрсетем. Ол білесіздер ғой айтқандай. Айгөркем, келдік базарға. Мына жер, короче, отыратын демалып. Білетін жастар көп көрсетем, түсірем ғой. Қан шашын тараш? Тарасай жаңа? Иә, твоя шашы. Шашын тарап жүр. Мынаны алып тастайық, қынаусын. Қызым. Қоблан маған қараш. Қоблан. Қара маған. Мына жақта аталар дейді. Аталар шашқы шахмат ойнайды. Осы жердің қариялары. Күнде. Мына жерде, короче, тамақ сататын.
Мына жақта да ойнап отыр, әне. Оның іші жаңбыр жауған кезде ойнайды. Иә? Қоблан, нәсі. Тыныш отыр десем, мен мазақтап тұр ғой. Айгөркен, маған қаршы. О, красота. Я, шаша. Оң жерге үйтпесей. Кака қойыл ол жер? Какай? Түс ойна бар. Қоблан кетті қара. Бақ Қобланға бар. Не істеп жатқан қараңдар. Балалар не істеп жатсың? Папасын айтып қойдық, біз осы жерде отырмыз, если что деп. Кел, қызым келе ғой, жаным, қапақ қылды. Айгөркем, кел. Да отырғызбай қойды, жатқызбай қойды. Келді, әкесі. Шортыйын қарасы. Катоннан алғам ғой мен. Сары. Көттері. Ай, мұна папам телефон деп ап қоя береді қамшыны. Ана чехол қара ғой. Үйде де ап қоя береді папамдікі деп. Машина сырғыны. Соның несіне сабаған ғында, бардачогыны ашып сабапты. Іздеп жүрмін ғой, мен телефоным қаяқта деп звондасам, соның ішінен шығып жатыр да, дауысы алып жатса, пападка! Папасы келсе естерінен айладылар. Білген істейді. Шашы тұсады шалым. Білмейм? Отыр ғой, коляска. Анасы көрсетіп тұр. Айбай. Апалар шашы сапсары кімге ұқсайды дейді да. Нағашыларына дейін да. Аты кім дейді, Қобланды, Айгөркен дейм. Қыпшақтың батырының құрметіне қойған Қобланды Қыпшақ рулары десем. Мен де Қыпшақтың шиелі де Қызылордаданмын дейді да. Күйеуімнің түбі Қызылордадан ғой. Аталары сол жақтан келген шиелі сол жақтан. Сол. Бауыр. Әпшең отыр. Қыпшақтың қыз екен. Анау апа. Мұны ғой. Апа бауырыңыз. Қыпшақ. Е. Бұл мен жақтан ғой бұлар. Бұлар аппақ мен жақты. Қара ториға дейді. Мұнан қарандар. Папасы айқайлап сөйлетсе, чш дейді. Айгөркен. Асаның красотам. Ай, красавица. Анасы мара. Мұна кім берді нан? Московская набережная деймі? Біреуінандай шоколад берген ғой. Кім берді? Москвадан кетті. Клиент па? Короче, нан мен ашып қойын. Ашылмаған еді. Московский, ох. Ит жапсырылып тұрған мына жерші. Мен ашып тастадым. Дәмін көрейік. Москваның шоколадын. Шоколад. Сол. Кетіп баратырық үйге қарай. Екеуі, үшеуі. Қызым деген маған енді папасына нетіп алған. Папасына үйде командует. Папасы айтқан бәрін істейді ғой, сосын біледі ғой бұлар. Папа ит бит деп бәрін істетеді. Қызыр, мазақықтар. Жай жүрде шанаған, жан, құлайды тағы да. Қолынан. Қобла, жай. Нан даусын ай. Қараш, Айгөркен маған. Айгөркен қараш. Гүл тағып алған, жерден алып. Кән? Ой. Гүлін қарандаш. Жай жүр, құлайсың, жай жүр. Жай жүр.
Ырзедім мәз. Макси чай алдым, екеу. Неде, смолдандай да, арзан 390 теңге ма, сондай. Біздің магазиндерде, 460-500-ге жақын примерно. Сосын Бауыржанға не істейім деп миын қатыр едім. Бауыржан не істесем екен деп. Пельмени алса балдар жақсы жейді депті. Мынандай вареники алдым, домашний, с грибами 990 теңгеден. Картоппен, саңырауқпен дейді. Одан кейін мынандай алдым, акцияда тұр екен, домашний, бұл да қолдан істелген дейді. Домашний тұшпара деп тұр ғой, пельмен үйдегі дейді. 450 грамм 1100 теңгеден. Акциямен білмеймін, одан аз шығар, чек тамақпын. Короче, осындай алдым, анандай барон алайын деп тұрған болмайды, сөйтіп мынаны көріп қалдым. Қолдықы деген екен, осыны көрейікші дедім. Одан кейін барып мынандай алдым, мынандай овощи сатылады. Білетін шығарсыздар, неше түрлісі болады. Мынаның пельменмен ненің бетіне подлив істедім да, әдемілеп. Сосын мынандай овощи ала салдым. Дайын, ашасында сковородкаға қуырып, в общем, подлив істеуге болады. Сосын мынандай алдым, наггетсы. Біреу алып жатыр екен, бұндай негізі алып көрмеген, мен қолдан істейтінмін. Наггетсы да біреу алып жатыр екен, акциядан деп. Қандай дәмі деген, күшті дәмі, керемет, алып көріңіз деді. Сөйтіп, жарайды осындай алайыншы деп алдым. Міне, әдемі түрі. По крайней мере, мына тұрғашы. Істеп көрем тоже. В общем, духовкаға да дейді. Духовкаға салып, 10-15 минут 200 градуста не қылады екесін. Қазір духовкаға салам. Или болмаса, сковородкада да істеуге болады екен. 6-8 минут дейма. Қазір духовкаға істей салам ау дейін. Газға мыналарды қайнатып. Ойшым бар ғой. Короче, достар, жаңағылардың бәрін морозилке тығып тастадым. Қазір істеу, балдар кіреді-ау деген кезде істеймін. Олар далада жүріп папасымен ұйықтайын деп жатыр, анау екеуі. Білмеймін, жарты сағат ұйықтатып ал дедім болыпты. Өйткені кешке ұйықтатсам тұрмайды да, бұлар ұйықтамайды да түнде. Таңға қарай бірақ ұйықтайды. Неге салып, морозилке салып қойдым, стиралкамды қосып қойдым, мен зарядка істеуім керек. Бүгін тамақ істесем зарядка қалады ғой, жайына деп отырған едім. Кеше де істемедім, кеше балкон тазаладым. Ар күн істеген 2 күн болып кетті да уже. Сосын бүгін істейін дедім. Жақсы вот, готовый нәрселер алғаным. Қазір тез қуырып, суырып, духовканы қосып, тез ғой енді. Сөйтіп, не қыламыз в общем. Пельмени бір рет алып беріп көргенде барондық кішкене майда. Тоже қымбат тұрады барондықы. Где-то 800-900 теңгеге жақын. Акциямен тұрады, по-моему, миту. Майда ше. Біз магазиндерде ше қымбат, сол үшін смолға кірген ғой. Смолға кіріп алдым. Жандай овощи негізі біз ондай замороженный сатып аламыз. Қыста жақсы да бұндай овощи негізі. Қазір бәрі бар ғой, енді сонда да мынандай тез бұж дегенге турап нетіп отырмайсыңдар. Прям қымбатта емес бағасы. Алдың неше түрлі нәрсемен араласқан бар, ішінде брокколимен араласқан, цветная капуста, там керемет фантазия ғой енді ішінде. Соның ішінде нанны таңдап алдым енді ішіндегісін. Там нелер бар еще. Там деп кеттім ба. Анандай нелер бар, фасольдар бар, сондайлармен араласқандар бар. Короче, в общем, солай. Тез істеген тамаққа сондай жақсы. Пельменді мен сорпа емес, анандай қып істесем ба деп тұрмын. Өйткені балдар сорпасында ішіп қарып қылмайды. Вареники қайнатып, бетіне жандай подлив істеп, пиязды жақсылап қуырып жіберемін да қазір. Сосын аналарды салып, в общем, чики-чики қылам. Сол өзім зарядкамды істеп тастайын, көп сөйлей бермей. 9 болды сағат, 9-дан 10-ға дейін 1 сағат істесем. Мен балдарды кіріп қалатын шығар уже. Тамағымды бастайым. Ал, сау болыңыздар, достар, аман болыңыздар. Мукбанг жазам, бір күні Құда қаласа көреміз. Сол барлықтарыңызды сүйдім. Пока-пока.